Сәлем достар, ең алдымен каналға жазылып лайк басып, колокольчикті басып кетулеріңізді сұраймын. 4-ші тарау. Өзіңді кемшілігімен қоса сүй. Шығыс Азияда барған сапарымда Сингапурде 300 кәсіпкердің алдында сөз сөйледім. Кездесу аяқталған соң дәлізде бір байсалды жігіт жолықты. Ол да өзгелер секілді өзіне сенімді және өмірде табысты болып көрінді. Сондықтан оның алғашқы сөзі мені қатты таңғалдырды. Ник, маған көмектесіңізші, деді ол. Ол 3 банкке иелік етеді екен. Алайда материалдық байлығы өмірінің моральдық жыртығын жамай алмай менен көмек сұрапты. Менің сүйкімді қызым бар. Жасы 14-те. Айнаға қарайды да өзін ұсқынсыз санайды. Мұнысын түсінбей далмын. Жарығымның өзіне жатырқай қарауы жүрегіме ауыр тиіп жүр. Өзінің әдемі екенін түсінбейді. Мен көріп тұрған сұлулықты ол неге көрмейді? Қалай түсіндіремін, деді солғын тартқан жүзі мұңайып. Ол жігіттің жай-күйін түсінуге болады. Ата-анаға баласының қиналғанын көруден ауыр ештеңе жоқ. Ерлі-зайыптылар қызымыз өз қадірін білсінші деп еш аянып қалмапты. Негізі бұл өзі аса маңызды мәселе. Егер өзімізді жас сезінбесек, күш-қайратымызға сенбесек, онда қартайып, ауыра бастағанда қандай күйде болмақпыз? Егер өзімізді қандай да бір себептермен жақсы көрмесек, жағымсыз әрі зиянды сезім сананы тойлап алады. Егер өз басымыздан жақсы қасиеттерді көрмей, тек нашар қасиеттерді іздесек, жастық шақтағы сенімсіздік тығырыққа тірейді. Адам баласы көркем жаратылыс. Онда неге өз болмысымызды қабылдау, өзімізді жақсы көру өте қиын? Неге адамды мен сұлу емеспін, бойым ұзын емес, денем жіптіктей болмай тұр, өзім де жақсы емеспін деген ойлар жиі мазалайды. Біздің өзімізді жақсы көруіміз үшін ата-анамыз бен туыстарымыз бәрін істеуге дайын. Алайда сыныптасымыздың, бастығымыздың немесе әріптестеріміздің бір ауыз сөзі өзімізге деген махаббатты бір сәтте ғайып қыла алады. Ондай сөзге ренжісе құрбандыққа айналғанымыз. Қиындықтың барлығы өзімізді басқаның пікірі бойынша бағалауымыздан, өзімізді басқалармен салыстыра бастауымыздан туындайды. Өзімізді қабылдай алмасақ, басқаларды қабылдауымыз өте қиын. Бұл жалғыздық пен оқшаулыққа апарады. Бір күні жасөспірімдер алдында сөз сөйледім. Атақты болуға деген құмарлық аса көрікті емес жандар мен спорттық тұрғыдан алғанда әсерлерді кемсітуге мәжбүрлейтіні туралы айтуым керек еді. Өз ойымды жеткізу үшін жиналғандарға сұрақтарды төтесінен қойдым. Кім менің досым болғысы келеді? Бақытыма орай тыңдармандардың көбі қолдарын көтерді. Одан соң жауабын табу қиынға соғатын мынадай сауал тастадым. Демек сіздерге менің түрімнің қандай екені маңызды емес пе? Тыңдармандар үндемей қалды. Бұл кезде бір жасөспірімдердің бәрінің жақсы киініп, сәнді шаш қойып, артық салмақ жинамауға тырысатыны, бір қалыпты болғысы келетіні туралы айтып жатқан едік. Демек ол аяғы жоқ жігітпен дос болғыларыңыз келеді. Осы уақытқа дейін көрген адамдарыңыздың біріне де ұқсамайтын жігітпін. Бірақ қымбат жеңсе кимеге немесе дене бітімі киіміне лайық емес құрдастарыңыздан алшақ жүруге тырысасыздар. Өзіңізге көңіліңіз толмаса, басқа адамдарға көңіліңіз қалай толмақ? Құдай сізді жақсы көреді. Сіз де өзіңізді жақсы көріңіз. Сонда ғана тыныштық табасыз, қанағаттанасыз. Жасөспірімдер мен жастардың бастан өткеретін қиындықтары бүкіл әлемде бірдей. Мен Қытай мен Оңтүстік Корея жастарының алдында сөз сөйлеуге шақырды. Себебі қарқынды дамып келе жатқан бұл елдердің жастары жиі күйзеліске түсіп, суицидке бір табан жақын жүреді екен. Оңтүстік Кореяға 2010 жылы Ванкуверде қысқы Олимпиада ойындары өтіп жатқанда бардым. Йонаким еліне алғашқы алтынды әкелгендегі Оңтүстік Корея халқының ұлттық мақтанышы мен энтузиазмын көрдім.
Спортшы қыздың өнеріне деген қызығушылық жоғары болғаны сондай финалға өтіп жатқан кезде Кореяның хор нарығы тоқтап қалды. Мен Кореяда христиандарға көрсетілген деректі фильмге түскен болатынмын. Сондықтан бірнеше шақырту алдым. Бұл елдегі сенім ерекше. Оноредегі шіркеу қызметкерлері оңтүстік кореялықтардың миссионерлікпен өте белсенді айналысатын және 10-20 жыл ішінде мыңдаған миссионерлердің саны солтүстік Америкаға қарағанда әлдеқайда көп болатынын айтты. Оңтүстік Кореяның алпауыт Америкамен салыстырғанда өте кішкентай ел екенін ескерсек, ондағы діни сенімнің аяқ алысы тәнті етті. Сеулге келгенде шіркеудің көптігіне қатты таңғалдым. Ел астанасындағы әлемдегі ең үлкен 3 христиан шіркеуі орналасқан. 100 жыл бұрын ғана оңтүстік Кореяда мүлде христиан болмаған. Ал қазіргі таңда 48 миллион халқы бар елдің 1/3 өзін христиан санайды. Иойдо шіркеуінде сөз алдым. Оған 800 мың адам еркін сияды. Шіркеудің оңтүстік Корея бойынша 21 өкілі бар. Біз ғибадат орындарын аралап халықпен кездестік. Құдайға құлшылық ету үшін талассыз ағылып келіп жатқан адамдар легінен қайта көңілі соғылған шіркеу қоңырауларының үнінен естен кетпес әсер алдым. Бірақ халықтың рухани кемелденуіне ден қойғанына қарамастан, мұнда көп адам күйзеліске ұшырайды. Себебі өте көп жұмыс істейді. Мектептер арасында да бәсекелестік тым жоғары. Жастар екінің біріне бұйыра бермейтін алғашқы орын алу үшін таласып, содан зардап шегеді. Алғаш шепті еліне алмаса, өзін жолы болмайтын адам санайды. Оларға емтихандағы сәтсіздіктің қайғыруға себеп емес екенін айттым. Барлығымыз да Құдайға қымбатпыз. Ол бізді қалай жақсы көрсе, біз де өзімізді солай жақсы көргеніміз абзал. Өзіңізді қабылдау және жақсы көру өзімшілдік пен эгоизмге жатпайды. Өзіңді жақсы көру риясыз сезім. Біреуден көмек күткеннен гөрі өзіңіз бірінші көмектесуге талпыныңыз. Көп алмаңыз, көп беріңіз. Сұрамаса да көмектесіңіз. Өзіңізді бар болмысыңызбен қабылдаңыз, жақсы көріңіз. Сізді ешкім жақсы көрмесе, сіз де өзіңізді жақсы көрмейсіз бе? Бос сөз. Сіз де мен де Құдайдың құлымын. Әрбіріміз оның махаббатынан, мейірімінен және кешірімінен үміттене аламыз. Өзімізді жақсы көріп, мінсіз емес екенімізді түсініп, қателіктерімізді кеше білуге тиіспіз. Себебі жаратылысымыз солай. Оңтүстік Америкаға жол түскенде Колумбияда есірткі тәуелділерді сауықтыру орталығында сөз сөйледім. Әлі есірткіден бас тарта алмай жүргендер мен бұрын есірткісіз тұра алмаған. Қазір сауыққандар өздерін мүлде құрметтемеген, өз өмірлерінің қаншалықты бағалы екенін түсінбеген. Сол үшін де осы бір заһарға құлша табынып, тағдырына балта шапқан. Құдай сіздерді есірткіге тәуелділіктеріңізге қарамастан жақсы көреді дедім. Аудармашының көмегімен Құдай сіздерді жақсы көреді деп сан мәрте қайталап айтқанда, олар көзіне жас алды. Жүзі үміт отымен сәулеленді. Егер Құдай күнәларымызды кешірсе, осы қалпымызда жақсы көрсе, онда неге біз өзімізді кешіріп, өзімізді қабылдай алмаймыз? Сингапурлық банкирдің қызы секілді, колумбиялық нашақорлар да өз бағасын жоғалтып, өмірлерін құрметтеуден қалған. Өмірдің ұсынатын ғажайыбына өздерін лайықсыз санаған. Оларға барлығымыздың Құдайдың сүйікті құлдары екенімізді айттым. Егер Құдай бізді жақсы көріп, кешірсе, біз де өзімізді жақсы көріп, кешіре білгеніміз жөн. Сондай жақсы өмірге ұмтылғанымыз абзал. Иса пайғамбардан ең маңызды ережелерді сұрағанда, ең маңыздысы Құдайды жақсы көру, содан соң жақыныңды, одан кейін өзіңді жақсы көру деген. Өзіңді жақсы көру өзіңнен басқаны көзге ілмеу деген сөз емес.
Өзіңізді жақсы көргеніңіз өміріңізде сіз үшін, сізді қоршаған адамдар үшін игілік әкелер ең қымбат сый деп біліңіз. Кемшіліктеріңіз бен қателіктеріңізге үңіле бергенше, басқа адамдарға қандай жақсылық жасай алатыныңыз жайлы ойлаңыз. Талантыңызды, біліміңізді, даналығыңызды, шығармашылық қабілетіңізді, еңбекқорлығыңыз бен қайырымдылығыңызды бағалаңыз. Біреудің көңілінен шығуды ойламаңыз. Қандай болуыңыз керек екенін өзіңіз шешесіз.